Қайырлы кеш, қадірменді көрермен. Отырар телеарнасының тікелей эфирінде «Халық пен билік» бағдарламасы. Студияда Жанерке Құмар. Бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Бізде қонақта Шымкент қаласы прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау басқарма басшысының орынбасары Бекжан Батырбекұлы. Қош келдіңіз. Қадірменді көрермен, егерде студия қонағына қоятын сұрақтарыңыз болса, мархабат 214450 тікелей байланыс телефон номеріне қоңырау шалу арқылы бізбен байланысқа шыға аласыз. Сонымен бірге экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жолдап, немесе қоңырау шала аласыз, және де Инстаграмда Open Шымкент парақшасында тікелей шығарылымында отырмыз. Ол жаққа да сұрақтарыңыз болса жазып қоя аласыздар. Және де біз Шымкент қаласы прокуратурасының Инстаграмдағы ресми парақшасында да тікелей шығарылымда тұрмыз. Сұрақтарыңыз болса жазып қалдырыңыздар, біз міндетті түрде оқимыз. Қош келдіңіз, Бекжан мырза. Рахмет, Жанерке. Менде бір осы сәтті пайдалана отырып, біздің қала прокуратурасы өздеріңізбен қадағалау жұмыстары нәтижесі бойынша үнемі тұрақты түрде тығыз жұмыс жасайды. Осы жақында ғана Жанна Қалмаратқызын осы Отырар ТВ медиа холдингінің басшысы болып тағайындалуымен құттықтаймыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет, сізге де алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, тағы да қайталап өтем, Шымкент қаласы прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау басқарма басшысының орынбасары қонақта отыр. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, біз міндетті түрде жеткіземіз. Ең алдымен бүгінгі біздің сұхбатымыздың тақырыбы жол қауіпсіздігі. Яғни бізде айтыңызшы, Бекжан мырза, ең алдымен статистикаға тоқталсақ, мынау жол оқиғалары көбінесе қандай себеппен болады, және жыл басынан бері қандай оқиғалар тіркелді, осыны қанша оқиға тіркелді, осыны айтып өтсеңіз. Рахмет, Жанерке. Менде біз бір кішкене осы банаға атқарылған жұмыстарға кішкене тоқталып өтсем деген едім. Біздер қала прокуратурасы өткен жылы және ағымдағы жылдың 4 айында жол қозғалысының қауіпсіздігі бойынша өкілетті органның қабылдаған шараларының тиімділігіне талдау жұмыстарын жүргізіп, мамыр айында қала әкімі, қала прокуроры Ғабит Қасымбекұлы және үйлестіру кеңесінің мүшелерінің қатысуымен қала әкімдігінде үйлестіру кеңесі өткізілген болатын. Оны өткізу нәтижесі бойынша бірқатар жоспарлы шаралар қабылданып, қазіргі таңда жүзеге асырылуда. Енді ағымдағы жылдың 4 айындағы жол қозғалысының жағдайына тоқталып кететін болсам, статистикалық есепке сәйкес жол көлік оқиғалары 89-дан 478-ге өсуімен байқалады. Оның ішінде ең негізгісі бізде жылдамдықты арттыру, жаяу жүргіншілерге басымдықты бермеу, жүргізушілердің жол қозғалысы ережесін бұзу, маневр жасау қағидаларын сақтамау, жол белгілері талаптарын сақтамау, жол қиылыстарын өту қағидаларын бұзу сипатында құқық бұзушылықтар тіркелген. Енді баршамызға белгілі, мынау жол көлік оқиғасының зардабы басқа көлік құралдарына салыстырған кезде, яғни әуе, кеме, басқа мынау транспорт құралдарына салыстырған кезде олардың зардаптары орасан зор. Біздер мынау өздеріңізге білесіздер, соңғы кезде мынау президенттің тапсырмасына сәйкес қала көшелерінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мынау цифрландыру жүйелері қолға алынып жатыр. Қала аумағында сергек бағдарламасы іске асып, яғни бейнебақылау камералары орнатылған. Олар мынау жол қозғалысына қатысушыларды тәрбиелеуге өзінің оң септігін тигізіп жатыр. Жалпы қысқаша көрсеткіш осындай қазіргі таңда. Енді бізде жаңа айтып отырсыз, сергек камералары көбінесе жол көлік оқиғаларын болдырмауға көмектесіп жатыр деп. Қаланың қанша жерінде қанша камера қойылған? Қазіргі уақытта қала аумағында 300 орынға сергек ақпараттық бағдарлама кешені орнатылған. Оның ішінде 200 жолдар мен көшелерде көлік қозғалысының шектеудің жылдамдығын бақылайды. Соның 100 жолдардың қиылыстарына орнатылған. Яғни қиылыстардағы жол ережесі талаптарының сақталуына өзінің бақылауын жүзеге асырады. Сонымен қатар 2021 жылдан бері қала аумағында бұрын орнатылған интегра және басқа да бейнебақылау камералары бар. Олар да өз қызметтерін қазір көрсетуде. Жалпы осы. Инстаграмға сұрақ келген екен, сергек камерасы машинаның ішінде отырып темекі шегу, сондай бір дүниелерді түсіре ала ма деп, яғни сондай жағдайларды, оқиғаларды деп айтқысы келсе керек. Біздер білесіздер, осы жалпы қоғамдық қауіпсіздікті, жол ережесі талаптарының сақталуы бойынша мынау ішкі істер органдары, яғни полиция департаментінде арнайы басқарма бар, жедел басқару орталығы деген.
сергек бағдарламалардың барлығы сол жүйе орталыққа қосылған. Енді ол сергек камерасы ол манағы көліктің ішіндегі темекі тұтыну, басқа шылым пайдалану түсірмейді оны. Оны мынау манағы орталықтың қызметкерлері бейне бақылау камераларына түскен жазбаларды мониторинг жүзу арқылы анықталады ондай нәрселер. Оларды ол жерде камераларда түскен уақыты, мерзімі, қай уақытта болған барлық мәліметтер көрсетіледі. Соған қатысты егер бұзушылықтар орын болса, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылған шаралар қабылданды. Өздеріңізге белгілі, мына полиция департаменті бағанағы жедел басқару орталығының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, бағанағы көліктің ішінде есірткі заттарын пайдалану, басқа да өздеріңіз сондай видеолар көп шығып кетіп жатыр ғой әлеуметтік желіге. Қылмыс әшкерелеген жағдайлар тіркелген бар. Олар бойынша тиісті заңды процессуалдық шешім қабылданып, кінәлі тұлғалар жауаптылыққа тартылды. Бізге WhatsApp-қа келген сұрақ бойынша менде осы сұрақты қойғым келіп отырған еді. Жол көлік оқиғасын полиция департаменті де қадағалайды, жұмыс істейді. Бұл жердегі прокурордың міндеті не? Бұл жерде прокуратура жалпы заңдылықтың сақталуын жоғары қадағалауды жүзеге асырады. Яғни бағанағы жол ережесін бұзушылықтар жасаған тұлғаларға қатысты толтырылған, мысалы ішкі істер органдары жол ережесін бұзушылықтар бойынша тиісті әкімшілік хаттаманы толтырады. Хаттаманы толтырған кезде өзі арнайы осы бұзушылықтарға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бар. Ол кодексте өзінің сақталатын нормалары бар бағанағы. Яғни бұзушының конституциялық құқықтары бұзылмау керек. Ол жерде іс жүргізу процедура талаптары сақталу керек. Сондай заңдылықтардың сақталуына қадағалауды жүргізеді бағанағы. Яғни ол нәтижесі бойынша тиісті шешім қабылданады. Бізде болып тұра ма бұндай жағдай? Жүргізушінің құқығы бұзылуы қаншалықты жиі болады? Енді тәжірибеде бар, бірақ ондай көп емес. Бағанағы негізсіз жауапкершілікке тартылған фактілерде бағанағы әкімшілік іс жүргізу нормаларын сақтамау, яғни қорғаушымен қамтамасыз етпеу, болмаса іс жүргізу тілін сақтамау, басқа бұзушылықтар орын алған фактілер бар. Ол бойынша прокурор өз тарапынан қадағалау фактілерін енгізіп, оларды заңда сәйкестендіруге шаралар қабылдаған. Сұрақ келген екен, полицейлердің камерасы өздерінде тұратын, оны өшіріп тастаулары мүмкін ба олар адамдармен дөрекі сөйлескен кездерінде дейді? Жоқ, ол әр полиция, яғни учаскелік қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ететін учаскелік полиция инспекторлары және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жол патрульдік полиция инспекторлары арнайы бейнежетон дейді. Бейнежетонмен өзі қамтамасыз етілген. Ол кісілер өзінің жұмысқа кірісер алдында бейнежетонды қосады. Ол бейнежетонды қосу, іске қосу, оны жүргізу тәртібі ведомстволық, яғни ішкі істер министрлігінің өзінің арнайы бюроғы бар. Сол бюроның талаптарына сәйкес реттеледі. Ол өзінің қызметін атқарып болғаннан кейін бейнежетонды бүкіл жазбаларын бәрін сақтау, жадында сақтау бойынша өзінің сақтайтын орын бар. Сол жерге қуаттау үшін өткізеді. Ол автоматты түрде сервиске жиналып, кейін мониторинг жүргізу барысында қолданылады. Жақсы. Бекжан мырза, өзіңіз білесіз, жаңа жылдан бастап қателеспесем Европротокол енгізілді, бұның нәтижесі қандай болып жатыр? Біздер Европротокол қабылданған, ол ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді. Бұл құжат жол көлік орнына полиция қызметкерлерін шақырмай-ақ, көлік иелері екеуара келісіп, Евро хаттама қосымшасы арқылы онлайн түрде жол апаты болған жайлы хаттама түзеді. Яғни бұның өзінің бағанағы заңмен көзделген мүмкіндіктерін және артықшылықтарына тоқталсам, олар келесідей болады. Яғни жол көлік орнына жол патрульдік полиция инспекторларымен және сақтандыру өкілдері келмейді. Аталған қосымшаға көліктің тұрған орнын суретке түсіріп, сақтандыру компаниясына зерттеу үшін жібереді. Компания өтейтін шығын сомасын көлік иелеріне жібереді. Евро хаттама толтыру үшін арнайы бірқатар талаптарға сәйкес келу керек. Яғни жол көлік оқиғасына тек 2 көліктің ғана қатысу керек. Ол жерде бірнеше, 2-ден артық болмайды, 2-3 болмайды, тек қана 2 көліктің арасында. 2-3 болса полиция шақыру керек, иә? 2 көліктің арасында орын алған жол көлік оқиғасы болу керек. Және жол көлік оқиғасына қатысушылардың денсаулығы мен өміріне зиян болмау керек. Яғни шығын сомасы 100 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. Яғни қазіргі таңда
362 мың теңгеден аспау керек. Одан асатын болса, бұл бағанағы Еврохаттама талабы жүргізілмейді. Жол көлік оқиғасына қатысушылар кінәлі және жәбірленушіні анықтау бойынша келіспеушіліктер болмау керек. Екі тарап өзара келген материалдық қызметті мойындап, келісетін болса, өз келтірілген шығындар өз өндіруге қатысты ешқандай даулар болмаса, сондай жағдайда қолданылады. Және тараптардың шағымы и қарсылықтар болмау керек. Сол автоматты түрде қосымшаға жүктеліп жіберіледі. Ол өзі белгіленген мерзімдер бар заңда, ол өтеледі бағанағы. Бұл өз кезегінде өздеріңізге белгілі, құқық қорғау органдарына және сот бағанағы жол ережесіне бұзушылықтарға қатысты бірқатар істерді соттарда қаралады. Соттарға, яғни қадағалаушы прокуратураға да бізге де бағанағы жүктемені азайтуға мүмкіндіктерін береді. Және тез келтірілген шығынды өтеп алуға тоже өз септігін тигізеді. Бүгінгі таңда енді ішкі істер органдарының мәліметіне сәйкес 200-ден астам осындай жыл басынан біздің Шымкент қаласының аумағында хаттама тіркеліп, қазіргі таңда полиция департаменті өз тарапынан бұл Еврохаттама жүйесін кеңінен түсіндіру мақсатында жұмыстарды жүргізуде. Жақсы, қадірменді көрермен, Инстаграмда студия қонағын сұрап отырған және де экранға енді телеарнасын енді қосып отқан көрермендерге айтатыным, бізде Шымкент қаласы прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау басқарма басшысының орынбасары отыр Бекжан Батырбекұлы. Егер жол көлік оқиғаларына қатысты сұрақтарыңыз болса, мархабат, жолдаңыз 214450 тікелей байланыс телефон номеріміз. Инстаграмдағы парақшаларға да сұрақтарыңызды жазып қалдыруға болады. Экранда көрсетілген WhatsApp номеріне қоңырау шалып немесе хабарлама жолдаңыз. Енді айтып өтіңізші, Бекжан мырза, бізде мынау ішіп алып көлік жүргізіп ұсталған жағдай, бұның статистикасы қандай? Бұл азайып жатыр ма қазір? Өзіңіз білесіз, біздің президентіміз айтқандай, Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаев бағанағы көлік құралын алкогольдік немесе басқа да есірткілі мас күйінде басқару, ол өте қылмыспен теңеп айтқан бағанағы. Қазіргі таңда көлік құралын масаң қабылданған полиция департаменті және жергілікті атқарушы органы біздің прокуратура тарапынан қабылданған шаралар нәтижесінде негізі көлік құралын масаң күйінде басқару жағдайы біршама төмендеген. Оған өзінің септіктері бар, қабылданған шаралардың нәтижесі деп айтсақ та болады. Сонымен қатар соңғы кезде ішкі істер органдары өзінің цифрландыру саясатына сәйкес техникалық құралдармен қамтамасыз етілген. Яғни көлік құралдарын масаң халде басқарған үшін өзіңізге белгілі 7 жылда мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыруға жазасы көзделеді сотпен, және 15 тәулік әкімшілік қамаққа алынады. Қазіргі таңда айтып өткендей, ішкі істер органдары көлік құрал масаң күйде көлік құралын басқару үшін өзінің көлік құралы құқығынан айырылған адамдарды қайта басқару жағдайын анықтау мүмкіндіктерімен қазір жабдықталған ақпараттық жүйемен. Ондай нелер де бар. Бізге қазір таңда болып жатыр ғой, болып жатыр. Ағымдағы жылдың өткен кезінде 400-ге ішкі істер органдары 400-ден астам осындай көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамдардың қайта көлік басқару жағдайларын анықтап, ол бойынша іс сотта, міндетті түрде сотта қаралады. Ол жерде айыппұл сомасы қомақты, 250 мың теңгеден астам. Егер ол қайтадан жалатын болса, оның айыппұлы 2 есеге арта береді. Қылмыстық іс қозғалмай ма? Қылмыстық іс қандай жағдайда қозғалады? Бірнеше рет қайталанса ма? Жоқ, қылмыстық іс көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамды қайта мас халде көлік құралын басқарса. Бұл кісілер біз қазіргі анықтап отқан жағдайлардың барлығы мас емес халде қайта басқару жағдайын анықталған нелер. Олар бойынша тиісті шаралар қабылданып, бірлесе жұмыс жасалып отыр. Түсінікті. Сұрақ келген екен WhatsApp-қа. Қалада көп жерде бағдаршам өшіп қала беретіндігі бар. Ондай кезде полициялар уақытылы келмейді. Көліктер бір-біріне мүлдем жол бермейді да, содан кейін тұрамыз сағаттап. Мұндай жағдайларға қандай шара қолдануға болады деп. Яғни бүгінгі өткенде сізге айтып өткеніміздей, жақындағында үйлестіру кеңесі өтті. Қала әкімі және ішкі істер органдары қала прокуратурасының қатысуымен сол жерде арнайы шешім қабылданған. Бізде мынау 3-ші мегаполис қала болғаннан кейін әрине қала көшелерінде кептелістер орын алады. Бізде мынау енді ақылды бағдаршам деп бар, сондай бағдарламаны іске қолға алып жатыр. Яғни
көшелерде кептелістер орын алатын болса, бағдаршам өзі автоматты түрде анықтап, қай бағытқа басымдықты беріп, бана кептелісті тарқату мақсатында жұмысты жасайды. Яғни сізге бана сөздің басында айтып өттім, бана полиция департаменті жедел басқару орталығы бар. Ол кісілердің, ол департаменттің бейнебақылауынан анық көрінеді, және ол кісілер негізі мүмкіндігі жылдам шешім қабылдайды. Көп кептеліс туындаған жағдайда көлік бана кептеліс орындарына жақын маңдағы жол патрульдік полиция қызметін бағдарлайды. Енді бұл жерде бір айта кететін жағдай, бізде мынау жол ережесі сақтау мәдениеттілігін арттыру мәселесі бүгінгі таңда күн тәртібінде тұрған мәселе. Бұл жерде жүргізушілердің де сол банағы жол патрульдік полиция қызмет келгенше өзі банағы сыпайылық танытып, жол ережесін сақтауды қатаң сақтап, осы өзара банағы келгенше реттеуге банағы жол беріп, болмаса сондай мәселелерді қарастыруға болады банағы. Ол құқықтық мәдениет әрине ол оң септігін тигізеді. Көлік ұстап келе жатырсың, ешқандай ішімдік ішпегесің, есірткіге мүлдем әуес емеспін, бірақ тоқтатып алып ішкен ішпегеніңді тексереді, ішпедім десең де сенбейді. Одан кейін нарко орталыққа апарады, тексереді, ешқандай нәтиже шықпағаннан кейін жібереді. Мұндай жағдайда мен кімге шағымдана аламын дейді. Яғни бұл мұндай жағдайда азаматтық тәртіппен реттеледі. Яғни өзіңіздің банаға материалдық моральдық шығындар келтіретін болса, азаматтармен сот тәртібімен өндірілуге болады. Ол үшін арнайы сараптама тағайындалып, шығын көлемі есептелініп, егер полиция банаға уәкілетті орган тарапынан тиісті дөрекілік болмаса әдеп кодекс талаптарының бұзушылықтары бойынша сол органның жоғарғы қадағалаушы органы бар, яғни ішкі істер министрлігі болмаса полиция департаментінің басшылық құрамдары бар, сол кісіге шағым беруге болады. Ол кісілер заңда белгіленген мерзімде қарап, тиісті шешім қабылдап, міндетті түрде өтініш иесіне хабардар ететін болады. Мысалы, ол адам ішімдік ішпеді, бірақ тексергеннен кейін одан жаңағы ішкен жайлы ешқандай нәтиже көрмей тұр. Одан кейін ол адамды нарко орталыққа апару қаншалықты заңды? Жоқ, енді ол жерде банаға күдік болғаннан кейін ол кісінің банаға жүріп тұрыс қиылысына қарайды ғой банаға. Егер енді ол кісі жол патрульдік полиция қызметкерлері банаға ол арнайы медициналық қызметпен анықталатын дүние. Енді бір иіс байқаған жағдайда, өзі сезіп күдіктенген жағдайда ол кісілер құқылы банаға зерттеп тексеруге. Егер зерттеп нәтижесі болмаса, банаға өзі азаматтық тәртіппен болмаса келтірген айтқан нәрсемен шағымдануға болады. Бірақ бұның бәрін жаңағы мәдениетті түсіндіріп, қызметін дұрыс атқару керек шығар, иә? Себебі біздің көрерменіміз ашуланып жатыр, ұрысты, айқайлады деп бұлай жасауға болмайтын шығар, иә? Иә, әрине ол. Енді айтыңызшы, жаңа ішіп алып көлік ұстағандар жайлы жақсы түсіндіріп бердіңіз. Бізде есірткі қолданып сол жай ұсталған адамдар бола ма? Бұндай жағдай тіркеліп тұра ма? Көбінесе қай жастағы адамдар болар? Есірткі, өзіңіз білесіз, әкімшілік құқық туралы кодексте тек қана алкогольдік масан халде емес, есірткілік масан халде көлік құралын басқару үшін жауапкершілікке көзделген банаға. Бұл жерде біздің тәжірибемізде бүгінгі ағымдағы жылы өткен кезеңде есірткілік масан халде көлік құралын басқару жайттері анықталған. Оны банаға арнайы орталық, сараптама орталығы талдау жұмыстарын жүргізіп, бұл жерде нақты көрсетеді. Бұл кісі алкогольдік масан халде немесе есірткілік масан халде көлік құралын басқарған. Бұл жерде өзінің сараптама қорытындысында нақты көрсетіледі. Ондай фактілер бар банаға. Жыл басынан бері тіркелді ме? Жыл басынан тіркелген ондай. Негізі ондай жас шамалары әртүрлі. Негізі көпші ортаңғы жасқа жетпеген, 30-дан төмен жастағылар көп жағдайда есірткі мәселе. Яғни жастар, иә? Жастар. 35-ге дейін жас деп санайтын болсақ, жастар көбірек бұл жағдайға барады деп отырсың. Жол көлік оқиғасын азайту үшін, жол көлік оқиғасының зардабы қандай болатынын түсіндіру үшін прокуратура не істеп жатыр? Қандай адамдармен, тұрғындармен қандай тығыз жұмыс істеп жатсыздар? Нені түсіндіріп жатсыздар? Біздер бағдарламаның басында айтып өткенімізде, арнайы осы өткен жылы және ағымдағы жылдың 4 айында жол қауіпсіздігі бойынша терең талдау жұмыстарын жүргізіп, ол жерде бірқатар проблемалық мәселелер анықталды. Яғни мынау сол кезде қаланың аумағында
59 қауіпті жол учаскесі анықталды. Яғни кейбір жол тұстарында бағдаршам қажет, кей жерлерге жаяу жүргінші сызу қажет, кейбір мектеп білім беру мекемелерінің маңындағы және тағы сол сияқты манағы нәрселер бар. Ол бойынша арнайы жоспар бекітіліп, қала әкімі, қала прокуратурасы және ішкі істер органдары бекітіліп, қазіргі таңда тиісті шешімдер қабылданып отыр. Бірақ оның орындау мерзімі бар. Кеше мамыр айында қабылданған, қазір мысалы маусым айы осы қыркүйек айына дейін белгіленген. Қазіргі таңның өзінде уже қала әкімдігі полиция департаменті бірлесіп несін уже кірісіп кетті жұмысы. Кейбір тұстарға уже бағдаршамдар орнатып, қауіпті жол тұстарына тиісті жол таңбаларын сызып, жол белгілерін орнатып жатыр. Біздер бұл жол қауіпсіздік мәселесі бүгінгі таңда аса алаңдатушы мәселе. Қала прокуратурасы бұл мәселеге күрделі болғандықтан үнемі тікелей өзінің бақылауында ұстайды. Біздер қала прокуратурасында Шымкент қауіпсіз қала деген арнайы ақпараттық жүйе құрылған. Бұл жерде қаланың кез келген тұрғындары жол ережесін бұзушылықтар бойынша өзі куәсі болатын болса, уақыты, мерзімі көрсетіліп жазылған бейнетаспаны сол нөмірге WhatsApp нөміріне ұсыныла алады. Ол біраз уақыттан бері жұмыс жасап жатыр. Халық кеңінен белгілі. Сіздердің бағдарламаңыз арқылы бізде бірнеше таратқанбыз. Тағы да қайталап өтсеңіз. Шымкент қауіпсіз қала деген Instagram әлеуметтік желісінде, Facebook әлеуметтік желісінде және WhatsApp-та бар. WhatsApp нөмірін айтып жібересіз бе? WhatsApp мен қосымша сізге айтсам. Сол бағдарламаға бізде күнделікті ақпараттар түсіп жатады. Ол бойынша бұзушылықтар егер өз дәлелін табатын болса, полиция департаменттерінің шұғыл шаралар қабылданып, біздер кері байланыс орнатып, құқық бұзушы хабар берушімен ол кісіге жауап беріп, растайтын құжаттарын бәрін ұсынып жатамыз, ұсынамыз. Ол бойынша біздер кеше ғана сіздердің тараптарыңыздан куә болып, өзіңіз журналистердің зерттеу жүргізіп, осындай бағдарлама шығардыңыздар. Дәл сондай құқық бұзушылықтардың барлығын бағдарламаға көрсетіп, ол сіздердің де бағдарламаңыздан орын алған бұзушылықтарды біздер талдау жасап, ол бойынша да шешім шара көріледі. Кері байланыс жақсы ма тұрғындардан? Кері байланыс жақсы. Кері байланыс алғыс білдірген қала тұрғындары, қонақтары, осы біздің жол қауіпсіздігі мәселесіне бей-жай қарамайтын азаматтарымыз да бар. Осы қабылданған шараға өз үлестерін қосып, ол кісілер де бізде алғыс білдірген жайттарымыз де бар. Енді бұл қаламыздың жол қауіпсіздігі мәселесі ортақ міндет болғандықтан осы бағдарламаны пайдаланып, мен ол кісілерді әлі де шақырамын. Біздің қонақтарымыз өзінің жолда қауіпсіз сезіну үшін барлығымыз жұмыла бірге атсалысуымыз қажет деп есептеймін. Сұрақ келіпті. Видеокамера құралдарын орнатқан компания мемлекеттік емес. Сол себепті оларға қаншалықты сенімді бола аламыз және одан түскен қаржы қайда жұмсалады, жолға жұмсала ма депті. Бұл жерде бірінші айта кететін жағдай, бұл бейне камералардың жұмыс жасауына қызмет көрсететін мекеме болып табылады ол. Ол тек қана осы бейне камералардың дұрыс жұмыс жасауына, ақаулар туындаған жағдайда олар тез қалпына келтіру мақсатында жұмыс жасайды. Және оларды жаңалау мақсатында жұмыс жасап, жаңалау дейді, бағдарлама сол мақсатта жұмыс жасайды. Енді бұл жол ережесінің бұзушылықтар бойынша көлген әкімшілік айыппұлдар тікелей мемлекеттің қазынасына, яғни бюджетке түседі. Ол компанияның бюджетіне түспейді. Мемлекет бюджетке түседі, ол компанияға қаржы түспейді ешқандай. Жақсы. Енді бағана бір сөзіңізді айттыңыз, Бекжан, жол белгілері кем жерлерге жол белгілерін де қойғызып жатырмыз деп. Бізде жол белгілері қаншалықты жеткілікті? Қандай? Жол белгілерін қойғызып жатырмыз дедіңіз ғой. Жол белгілері демек бізде жеткілікті ма қалада? Енді бұл күнделікті қозғалыс нәтижесінде полиция департаментінде арнайы техникалық бақылау басқармасы деген бар. Және Шымкент қаласының әкімдігінде жолаушылар тасымалдау және автомобиль жолдар деген басқарма бар. Ол кісілер үнемі күнделікті талдау жұмыстарын жүргізеді. Кейбір тұстарда өзіңіз білесіз, Шымкент қаласы қазіргі таңда қарқынды дамуда.
құрылыс жұмыстары жүргізілуде, жаңа ғимараттар соғылды, кейбір жолдар жаңа жолдар төселуде. Манағы соған сәйкес жолдар егер бағдарлама жол белгілері қажеттігі болмаса, ол жол тұстарына жол белгілері алынады. Ал кейбір жаңадан төселген жол тұстары болатын болса, ол жерге зерттеу нәтижесі бойынша арнайы нұсқама беріліп, хаттамалық шешіммен мемлекеттік қаржының негізінде арнайы жол белгілері орнатылады. Егер осы сәтті пайдаланып айтып өтсем, қала тұрғындары өзінің егер бір көкейінде жүрген мәселе болатын болса, мына жерге жол белгілерін орнату керек, болмаса жол таңбасын сызу қажеттігі туындаған болса, жергілікті атқарушы органға немесе полиция департаментіне өз өтініштерімен жүгінуге болады. Ол кісілер заңда белгіленген шешім қабылдайтынына сенімдіміз. Жол-көлік оқиғасы бойынша осы қандай тұрғындардан көбірек қандай шағым түседі? Мысалы, мүмкін полициямен жұмыс барысында, мүмкін басқа заңды түрде олардың жұмысына көңіл толмай жатыр ма? Бұндай шағымдар көп бола ма? Негізі біздер шағымдарды қарасақ, негізі шағымдардың басым көпшілігі уәкілетті органдардың қызметіне байланысты емес. Уәкілетті орган бұл жерде тараптардың бір-бірімен байланысты. Келіспеушілігі, шығын көлемі, кінәлік дәрежесі және де содан басқа туындайтын мәселелерге қатысты. Енді біз пайыздық мөлшерге шығатын болсақ, даже 5%-ға жетпейді. Уәкілетті органдар, жергілікті атқарушы ішкі істер органдарына іс-әрекеттерін даулау мәселе бойынша. Бұл уәкілетті органдардың мәселесін сотта қарайды. Біздер ол мәліметтер бар. Соттармен де егер талдау жасамыз, қаншалықты қанағаттандырылып жатқан, қанағаттандырусыз қалдырылып жатқан, ол жерде де пайыздық мөлшер жасасақ, басым көпшілік жағдайда өз дәлелдерін таппай жатады. Енді біз сөзім айтқан, бұлар тараптардың өз арасындағы даулар болып табылады. Кейінгі денсаулық жағдайына байланысты туындаған және басқа мәселелерге байланысты. Рахмет, Бекжан мырза, бізге берілген уақытта мәресіне жеткен екен. Егер сұхбат соңында айтатыныңыз болса, мархабат. Рахмет сіздерге де. Осы сәтті пайдаланып мен қала тұрғындарынан бағанағы айтып өткен біздің елбасымыздың, біздің бас прокуратураның, қала прокуратурасының, қала әкімдігінің, полиция департаментінің барлығы бірлесе осы қаламыздың қауіпсіздік мәселесі, осы сіздердің жолда қозғалу, құқықтық тәртіп мәдениетін баршамызға байланысты. Күнделікті өзіміз жолда, көшеде жүреміз. Сондықтан мен қала тұрғындарын осы жол қауіпсіздік, жол ережесі талаптарын қатаң сақтауға шақырамын, бұзбауға шақырамын. Оның септігі біздің өзіміздің өмірімізге, денсаулығына және болашақ ұрпақ балаларымызға тиесілі болды. Осы мәселе. Рахмет сіздерге. Рахмет, жұмыстарыңыздан сәттілік тілейміз. Жол-көлік оқиғасы болмай қойсын. Қадірменді көрермен, біздің студияда қонақта болған Шымкент қаласы прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау басқарма басшысының орынбасары Бекжан Батырбекұлы болатын. Біз өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше.